Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз өру өнері, өру түрлері. Бүгінгі біздің сабағымыз 4 кезеңнен тұрады. Яғни 4 бөлімнен. Біріншісі ұйымдастыру кезеңі. Екіншісі өткен тақырыпты тексеру. Үшіншісі сарамандық бөлім. Төртіншісі қорытынды бөлім. Яғни сабақтың мақсаты 3 кезеңнен тұрады. Білімділік, дамытушылық, тәрбиелік. Білімділік өру түрлері мен материалдар және өру кезінде қолданылатын құрал жабдықтармен таныстыру. Екіншісі дамытушылық, оқушылардың ой өрісін, қиялын, шығармашылық қабілетін дамыту. Үшіншісі тәрбиелік, оқушыларды ұқыптылыққа, шеберлікке, әдемілікке тәрбиелеу. Яғни оқушылар өру иірімді материал жолақтарын, жіп, өсімдік сабағы, газет түтікшелері, сымды және таспадан лента тағы басқа қолмен біріктіру тәсілі. Біріктіру барысында жолақтың әрқайсысы тік немесе қиғаш бұрыш тұрғысынан кезекпен бірінің үстінен бірінің астынан өткізу әдісі. Яғни сіздер мына жерде көріп тұрғандай алдарыңызда бірінің астынан бірінің үстінен өткізу арқылы өру пайда болды. Макреме дегеніміз, макреме француз тілінен аударғанда, макреме өрнектеп тоқу, белгілі ретпен орналасқан әртүрлі түйіндердің көмегімен тоқу. Түйіп тоқу арқылы әр алуан өрнек шығаруға болады. Тоқу үшін әртүрлі жуандықтағы жіптер, баулар, таспалар пайдаланылады. Оқушылар, сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта өру өнері туралы толық ақпарат алды деген ойдамын. Осы сабақ сіздерге қатты ұнады деп сенемін. Үй тапсырмасы қазақ қолөнерінде ши тоқыманың негізгі 3 түрі болған. Сол 3 түрін біліп келеміз.